Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті жиынға қатысушылар. Бүгін оқу ағарту министрі Ғани Бектайұлы Абай облысына жұмыс сапарымен келіп, Аягөз ауданы офлайн және облыстың басқа аудандары білім саласының қызметкерлерімен онлайн режимде кездесіп отыр. Бүгінгі кездесуге жергілікті атқарушы органдардың өкілдері, білім беру мекемелерінің басшылары және педагогтері шақырылды. Ғани Бектайұлы тарихы тамыры тереңде жатқан ақиық қақында мен батырлардың мекені Аягөз ауданына қош келдіңіз. Бүгінгі жиналысқа қатысушылардың барлығы қазір барлық аудандағы педагог қызметкерлер. Құрметті жиынға қатысушылар, сөз Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрі Ғани Бектайұлы Бейсенбаевқа беріледі. Құрметті Абай облысы Семей өңірінің Аягөздің қадірлі халқы, әріптестер, сіздерді көргеніме аса қуаныштымын. Аягөз өңірі маған бөтен емес. Оған дейін бірнеше жылдар бұрын келіп, өздерімен кездесіп, психологиялық тренинг өткізгенім есімде, мен жоқпын. Сондықтан бұл өңірдің ұстаздарының әлеуетін, басшыларының қандай екендігін сол кезде танысып көріп кеткен. Енді заман ағымы өтіп жатыр, әрине үлкен өзгерістер жүріп жатыр. Жалпы заман бір орында тұрған жоқ. 21 ғасыр жылдан өзгерістер ғасыры. Сондықтан да әрине пандемия болды, талай өзгерістер болып жатыр. Адамның психологиясы өзгеріп жатыр, білесіздер. Кім ойлаған енді бүкіл білім мектепте емес, мынау қашықтықтан оқыту мәселесіне көшіп кетеді. Бірақ біз қандай да бір сын сағаттардан аман-есен өтіп, меніңше ешбір басқа мемлекеттерден бір кеш қалмай, білімнің жалпы бағытын басқа жаққа бұрмай, білім сапасын құлатпай, осы білім жүйесін аман-есен өздеріміздің күштерімізбен алып шықтық қой деп ойлаймын. Жалпы біздің педагог қауымның атқара берер істері өте ауқымды екені белгілі. Біздің мемлекетіміз, өздеріңіз білесіздер, білім саласына, ұстаздарға өте үлкен құрметпен қарайтындығы, мемлекетіміздің барынша осы қаржылық тағы да басқа көмектерді аямай беріп жатқан сіздер сезіп, соны өз бойларыңыздан өткізіп жатыр деген үміттемін. Өйткені 19 жылы бірінші рет мұғалімдердің, яғни педагогтардың мәртебесі туралы заң алынды. Бұл өте үлкен мұғалімдер үшін, педагогтар үшін жаңалық болды. Оның да көптеген жақсылығын көріп жатырсыздар. Оның бірі, ең бастылардың бірі, бұл қаншама жыл айтылып келген, совет заманында да орындалмаған, бірақ осы біздің тәуелсіз Қазақстанымызда іске асқан бұл ұстаздар қауымының айлығының өскендігі. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 19 жылы мұғалімдердің айлығы кезең-кезеңмен 24-3 жылға дейін өседі деп еді. Сол уәдесінде тұрып, біздің ұстаздардың айлығы 25%-ға тағы да көтеріліп, бүкіл басқа мамандықтар қызығатындай деңгейге көтерілді. Бұл да үлкен шешімдердің бірі. Ол үшін де сіздер жалпы мемлекеттің бұл саясатына ризашылықтарыңызды білдіретін шығарсыздар деп ойлаймын. Енді әртүрлі дүниелерді естіп жатамыз.
әлемдік бәсекеге төтеп бере алатын тұлғалы азаматтар қалыптасқан кезде ғана біздің білім жүйесіне қызығамыз дейді. Ал енді оны іске асыратын кім? Әрине ұстаздар қауымы. Солай ғой? Жалпы мықты шәкірт тәрбиелеу үшін мықты ұстаздар керек. Мықты ұстаз болса ғана мықты шәкірт тәрбие алады. Ал енді ол мықты болу үшін, ол мықты болуға тиісті барлық жағдаяттар жасалуы тиіс. Мына мектепке дейінгі саланы алатын болсақ, биылғы жаңалықтардың бірі, бұған дейін пилоттық жобада жүргізілген болатындығын, бұл президенттің тапсырмасы аясында енгізіліп жатқан дүние, тәрбиешілердің айлық жалақысын көтеріп және оның жүктемесін азайту бағытындағы тапсырмасы биыл қыркүйек айынан бастап алғашқы қадамдар орындау басталады. Ол сол қыркүйек айынан бастап барлық тәрбиешілердің айлық жалақысына 30% қосымша қаржы қосылады. Бұл шешілді, қаржы бөлінді. Егер дұрыстап қарайтын болса, педагогтардың 25% айлығы көтерілуімен қатар, бұған дейін де тәрбиешілердің жыл сайын айлығы жалақысына 25%-дан қосылып келген. Бұл содан тыс тағы да 30%, сонда биыл 25%, қаңтар айынан бастап, қыркүйек айынан бастап оған тағы 30% қосылғанда, қарап тұрсақ 55%-ға көтерілген. Бұл жақсы жаңалық деп ойлаймын. Бұл өте басы ғана емес, бұл ары қарай жалғасы болатын дүние. Енді бірақ бұның шеңберінде мына тәрбиешілердің жүктемесінің төмендеуі қолға алынып жатыр. Ол 2 тәрбиешінің болуы және жаңағы олардың айлығының да белгілі көтерілуі. Бұл жерде тәрбиешілер ғана емес, меңгерушілердің де, жаңағы балабақша меңгерушілердің де айлығы өсуі қарастырылған. Өйткені бұл бірдей өсу керек. Әйтпесе бізде жаңағы мұғалімдердің айлығын өсірдік, директорлердің айлығын кеттік. Сондықтан бұндай теңсіздік болмау керек. Жалпы мектепке дейінгі салада бүкіл мына көзқарасты, ұстанымды қайтадан қарастыру қажет етіледі. Біздің негізгі ұстанымыз мына адами капитал балабақшадан басталғандықтан балабақшаға біз ерекше мән беруіміз керек. Тәрбиешілердің жетіспеушілігі, жалпы мына 2 жастан 6 жасқа дейін деп президент тапсырма берді, бірақ менің түсінігімде балабақшаға келмейтін де үйде тұрған ата-аналар мен балаларды да қамтуымыз керек. Әлемдік тенденция бойынша жалпы бала кемінде 100 сағат білім алу керек екен. Балабақшада болмаса да, аптасына 2 сағаттан келіп отырса да, бәрі дайындықтан, мектеп алды дайындығынан өту керек екен. Енді барғандардың білімі жақсы да, бармағандар білімі жаман болса, ол жалпы орта білімге келген кездегі білімнің сапасына әсер ететіні белгілі. Сондықтан да біз қазір мен тапсырма бердім. Бізде қазір тұңғыш рет департамент ашылды, мектепке дейінгі білім департаменті арнайы осы мәселелермен айналысу үшін. Сондықтан да балабақша, яғни мектепке дейінгі білім саласында да үлкен тағы да жағымды жаңалықтар жасауды ойластырып отырмыз. Ол әрине тек қана министрліктің қабырғасында ғана талқыланып қоймай, ол шешім қабылданатын кезде дүйім сол саланың мамандарымен, сарапшылармен ақылдасып, келісіп, бекітіп отыратын боламыз. Келісіп пішкен тон келте болмас дейді ғой. Бүгінгі 21 ғасырдың ең бір дұрысы барлық дүниені, барлығына тиісті дүниені, барлығы түсініп, ұғынып, бірге қабылдап отырғаны тиіс. Колледж саласына келетін болсақ, бұл жерде де үлкен өзгерістер күтіледі. Жалпы колледждердің ұстанымында, оның саясатында түгелдей өзгертуіміз керек. Бұрынғыдай колледж жұмыс істей алмайды енді. Бұдан былай колледж бұл жастардың даму орталығына айналу керек. Ол не деген сөз? Тек қана жұмысқа тұрғызу емес, колледж саласында балалардың өзін табуына және оның табысты азамат болып қалыптасуына, елдің экономикалық, әлеуметтік драйверіне айналуына жағдай тудыруға, колледжге тек қана барып мамандық қана үйрену емес, сол
кәсібімен қоса нәсібін табуға көмектесетін бірден бір жанашыр орталық болу керек жастарда. Яғни оны қалай жасамақ керек? Оның бір парасы бұл жастарды сол жерден мына жаңағы инкубатор, бизнес инкубаторлар ашу, стартаптар ашу арқылы жастарды бизнес ашуға үйрету, кәсіпке үйрету, кәсіпкерлікке үйрету. Оған ақша тауып беріп, жаңағы кредитіне сөйтіп бизнес кредиттер беріледі ғой. Бір жыл бойына жаңағы сүйемелдеу, сөйтіп аяғына тұрып кеткенге дейін қамқорлық жасау. Неғұрлым шағын бизнес дамыған сайын бұл мемлекеттің де дамуын алып келеді. Сонда колледждің студенті тек қана жұмысқа тұрғызу емес, сонымен қатар өзі де жұмыс берушіге айналдыру да колледж өзінің басты ұстанымдарының біріне айналдыру керек. Яғни колледж бұрынғыдай істей алмайды. Оған бизнесті қатты тартуымыз керек. Мемлекеттен ақша сұрамай, бұрынғыдай жас маманменен ақша сұрамай, бизнестің бәрі тартылып, мынау сенімгерлік технологиясын қайтадан қарастыруымыз керек та, бүкіл бизнес осы колледждің жабдықталуын, бұның дамуына түгелдей атсалысу керек. Бұл мектеп пен жоғарғы оқу орнының арасында тұрған ерекше бір білім сатысы, білім бағыты, сондықтан бұның да ерекшелігін ескере отырып, ерекше көзқараспен, ерекше даму тетіктерін қарастыруымыз керек. Бұл жерге біз жаңарту үшін жалпы колледж директорлерін де оқытып, оны жаңаша ойлайтын, әлемдік деңгейде ойлайтын креативті басшылардың колледждерде жұмысын қарастыруымыз керек. 442 колледж бар мемлекеттік. Жалпы 700-ден аса колледж, соның 442-сі бұл мемлекеттік колледждер, сол мемлекеттік колледждердің барлығын біз қайта қарастыратын боламыз. Жалпы болашақта колледждердің дамуы қатты белең алуы керек. Мына 12 жылдыққа көшетін болсақ, болашақта сол 12 жылдықтың кәсіп беру орталығы, жалпы кәсіптік бағдарлаудың орталығы осы колледждер болу. Егер де қандай да бір колледждің басшылары қойылып отырған тапсырманы орындай алмайтын болса, онда біз әрине оларды оқытып көмектесуге тырысамыз, бірақ сол көмекті қабылдай алмай жатса, онда оның ары қарай сол колледжді басқаруына үлкен сұрақтар туындайтындығын алдын ала ескерткім келеді. Қазірден бастап колледждің басшылары мына талап орталығымен байланысып, мына колледжді жаңғыртудың, жаңаша көзқарас қалыптастырудың тетіктерін қолға алуды бастау керек. Біз болашақта кейін бұл колледждің басшыларын болашақ бағдарламасы бойынша тағылымдамаға жіберетін боламыз. Жалпы білім жүйесі адами капиталды барлығына жауап беретін орталыққа айналу керек. Көп жағдайда біз түсінбей жатамыз. Балабақша не істеу керек, мектеп не істеу керек, колледж не істеу керек, жоғарғы оқу орны не істеу керек. Бала келеді, балабақшадан бастап жоғарғы оқу орнына дейін барады да, диплом алады, барлығынан бірақ жұмыссыз отырады. Енді сонша жыл оқығанда өзінің нәсібін таба алмаса, кәсібін ала алмаса, сол оқу өзде пайда бермейтін болса, ол оқуға да сұрақ болады. Сондықтан біз мына балабақшадан бастап мектеп, колледжге дейін барған кезде бала өмірге бейім, өз нанын өзі тауып жей алатын, жаңағы әлемдік бәсекеге қабілетті тұлға болып қалыптасуға осы айтылып отырған барлық сатылар, жүйелер жұмыс қызмет ету керек. Яғни адами капитал балабақшадан басталу керек. Тек қана баланы алып келіп, сол тамақтандыру, ойнату ғана емес, ойнатып жатып, ертең оның кім болатындығы, оның қандай мықты маман болатындығына тәрбиешілер қызмет ету керек. Бүкіл біздің еліміздің мәңгілік болуы, ары қарай адами капиталымыздың мықты болуының іргетасы сол балабақшада қалану керек. Мектеп оны ары қарай жалғастырып алып кету керек. Мектеп, колледждің саласында көріп жатсыздар, көптеген мемлекеттік қолдаулар жүріп жатыр. Бұл биылдың өзінде республикадан 50 мың грант беріліп жатыр колледждерге. Бұрынғыдай емтихан тапсырудың қажеті жоқ. Кез келген жас колледжге 9-шы сыныптың базасында тегін оқуға түсуге мүмкіндіктері бар. Жалпы 25 жылға дейін 160 мың грант жыл сайын бөлінуі қазір қолға алынып жатыр. Келешекте
кәсіпкерлерге мен мынау жаңағы кәсіпорын басшыларына, кәсіпорындарға биылдың өзінде 10 000 грант берілді. Яғни ол не деген сөз? Биылдан бастап кәсіпорындар өзі қалаған студентті, жасты тауып, колледжге тегін оқуға түсіре алады. Бірақ шарт сол түсірген, өзі келіп түсірген жас маманды өзіне міндетті түрде жұмысқа қабылдауы тиіс. Бұның өзі біздің жастарымыздың қызметке тұруына мемлекет тарапынан жасалып жатқан үлкен қолдаулардың бірі. Бұдан бөлек бұрын болмаған жағдай, егер де колледж студенттері практикадан өтетін болса, оның практикадан өткен уақытысы еңбек кітапшасына еңбек өтілі ретінде жазылу да заңдастырылып отыр. Ол да біздің жастарға үлкен қолдау, көмек көрсету бағытында. Әрине, колледждерге дербестік берілу мәселесі қолға алынып жатыр. Жалпы мемлекет тарапынан колледждердің қарқынды дамуына барынша жағдай тудырылуда. Біз бұл жұмысты ары қарай да жалғастыратын боламыз. Бірақ енді колледж ұжымы, колледж басшылығы бұл жұмысты біз айтқаннан да жоғары деңгейде ұйымдастыруға міндетті. Мен бүгін жаңағы Үржар ауданында бір колледжде болдым. Маған қойған ең басты сұрағы, мына колледжімізге келетін студенттердің қатары сиреп бара жатыр. Не істейміз дейді. Колледждің директоры аттестаттауға келді, егер оның колледжде ешкім оқуға түскісі келмесе. Менің қатаң талабым сол. Сізге колледжді беріп отыр, ұжыммен бірлесе отырып, сол колледжді сондай керемет ету керек. Бүкіл жастар сол колледжге баратындай ету керек. Тек қана сол Үржар ауданынан емес, бүкіл Қазақстанның студенттері сол жерге барып оқуға ынталы болды. Бар бұл колледжде жан-жақтан Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп оқысы келетін колледждер бар. Яғни әр колледж сондай болу керек. Жай ғана басшылық болып жүруге болмайды. Енді талап күшейеді, айлықта күшейтеміз, бірақ талапты да күшейтеміз. Директор болып жұмыс істеу, басшы болып жұмыс істеу, балабақшада болсын, мектепте болсын, колледжде болсын, оңай болмайды. Барлық жағдайды жасаймыз, бірақ барлық талапты да сұрайтын боламыз. Мектеп саласында тағы да көп адамды алаңдататын дүние бұл аттестация мәселесі. Оны да енді менің қазіргі іс-сапар шеңберінде желілерді оқып отқан болсаңыздар, біраз дүниені қанықтанып, құлақтарыңыз қанып қалған шығар. Дей тұрғанменен бір ғана ұстаным: аттестация мұғалімнің жаңағы стресске түсіретін, оны қинайтын, оның қадірін түсіретін құралға айналмауы керек. Аттестация бұл керісінше мұғалімнің еңбегін бағалайтын және оның танымалдығын арттыратын, оған барынша жағдай жасап қолдау көрсететін құрал болу керек деп есептеймін. Сондықтан да бұдан былай мұғалімнің біліктілігі менен оның категориясы, оның жетістігі не байланысты емес, оның оқытып отырған алдындағы шәкірттерінің жетістігімен тікелей байланысты ету бағытында қазір ғалымдар жұмыс істеп жатыр. Яғни мұғалім еш алаңдамау керек. Категорияға көшем көшпейді. Мұғалім бір нәрсеге алаңдау керек. Алдындағы балаларының білімін қалай көтерсем, мына азаматтарды қалай тұлғалы азамат етсем, мына азаматтарды, мына балаларды қалай мықты ертең осы жаңағы қара топты қан жаратын керемет тұлғалы азаматтар қалай тәрбиелесем деп, бар жан тәнін, бүкіл білімі мен білігін, тәжірибесін сол жастардың дамуына жұмсау. Біздің міндетіміз министрліктің, облыстық білім басқармасының, аудандық білім бөлімдерінің міндеті сондай еңбек етіп жатқан ұстаздарымызды көріп, сырттай бақылау жасап, бағалап, оның өсу жолын қамтамасыз етіп отыруымыз керек. Мысалы, мына жоғары оқу орнынан бастауымыз керек. Жоғары оқу орнының министрі келісіп отыр онымен. Болашақта бір ғана емтихан болу керек, бірлескен. Ол біздің педагогикалық жоғары оқу орнындағы жастарды біз
аттестацияда, МКТ-да, госэкзаменда біреу-ақ болу керек. Сосын сол жерде өзіміздің барымыз ғой, вуз бір емтихан алып қинап, біз бір емтихан алып қинап қайтеміз. Бір рет қосылып білім біліктілігін анықтасақ жеткілікті деп ойлаймын. Егер сол студент өте жоғары дәрежеде өзінің біліктілігін, білімділігін көрсететін болса, оны педагог қана қоймай, бірденен оған категория беру керек, модератор деген. Сонда меніңше студенттердің жақсы оқуға, мықты ұстаз болуға, мына жаңағы вуздың қабырғасында жүріп, ол шабыттанып соған ұмтылатын болады деп ойлаймын. Қалай қарайсыздар? Екіншіден, педагог болғаннан кейін жалпы ұстаз педагогтық мектепке кіргеннен кейін кірер алдында міндетті түрде мен енді ойыммен бөлісіп жатырмын. Біраз сіз сияқты әріптестерге айтып жатырмын. Дұрыс па, дұрыс емес па, сіздердің де жаңағы көзқарастарыңызды көрейін. Жалпы мектепке келетін, бірінші рет келетін қадамда барлық болашақ ұстаз болатын адамдардың барлығын психологиялық тесттен өткізу керек пе деген ой бар. Яғни біз мұғалімдердің, болашақ мұғалімдердің психологиялық денсаулығына мән беруіміз керек. Өйткені ол ертең баламен жұмыс істейді. Баламен жұмыс істегеннен кейін баланың аты бала, ол неше түрлі тірлік жасайды, соның балалығын көтере алатын, оның жанына үңіліп қарай алатын психологиялық қабілеті жоғары ұстаздар жұмыс істеу керек. Педагог, мұғалім деген ол мамандық емес дейді біздің ағартушыларымыз. Ол Құдайдан берген міндет дейді. Яғни педагог от Бога деп жатыр. Сондықтан ол кейде мен естіп қалып жатырмын, бұл жайдан жай шығып жатқан дүние емес. Мына балаларды оқытып шаршадық. Мына қашан каникул болады екен? Бізді қинай береді. Мына мектепте істеу оңай дейсіңдер ма? Бірдеңе деп жаңа неше түрлі бірдеңелер жазып жатыр кейде мұғалімдер. Мен қарап тұрып ойлаймын, егер қиын болса, кім ол кісілерді мектепте істеуге зорлап үдделіп жатқан? Істей алмаса кетеді ғой. Мектепте істейтін мұғалім мектеппен байланысты дүниенің бәрін жақсы көреді. Мен де мұғалім болған адам. Мені де талай тығырыққа түсірген менің оқушыларым. Бірақ ешқашанда біз оларға өкпелеп, шаршатып жатыр бізді, қинап жатыр деген жоқпыз. Таңның атысы, түннің батысы, сол балалар қалай адам болғызсам, соларға қалай білім бергізсем, мынау білімге қалай қызықтырсам деген ой бізді, мысалы 18 сағат болса, біз 36-37 сағат жұмыс істейтінбіз жас кезімізде. Одан еш жеріміз қисайған жоқ. Шаршағанымыз жоқ. Бүгін 5 күндік жасадық, біз 6-7 күн жұмыс істейтінбіз. Бала үшін. Біреу білмей жатсақ, қосымша шақырып алып, ақша ешкімнен сұрамай жаңа жұмыс істеп жататын. Сол кезде 90-шы жылдардағы менің айлығым үйдегі бәйбішемнен бірге. Бір сепаратор алуға жететін, екеуміздің қосқандағы айлығымыз. Бүгінгі айлықпен салыстыруға келмейді. Бірақ біз айлығымыз азау, жағдайымыз қиынау, жаңағы үйден бүкіл дүниені алып баратырмыз мектепке. Қазір мектепте бәрін қамтамасыз етіп беріп отыр мемлекет, барынша. Жетпейтін дүниенің бәрін қалтамыздан алып баратырмыз. Газетте де жазып жатырмыз, ешкім бізді қинамайды. Ана сауатты болу керек қой, алдындағы оқушыда. Солай емес па? Көп білуің керек, көп білуің үшін көп оқуың керек, көп ізденуің керек. Мен кейде түсінбеймін. Енді рас кезінде қатты қинап жіберген шығар, керек емес газеттерге жазылдырып, әкімшілік тарапынан. Онымен енді мен келсем, ол дұрыс емес. Бірақ осы мәселені желеу етіп, мүлдем қосымша дайындалмау, біз әлі күнге дейін кітап дүкеніне кірсек кітап алмай шыға алмаймыз. Міндетті түрде бір 2 кітап алып шығасың. Өйткені сен кездесетін, сөйлесетін, тілдесетін ұстаздарыңнан оқ бойы озық білімің болмаса, білім беретін шәкірттеріңнен оқ бойы білімің озық болмаса, қалай ол көшбасшы боласың? Қалай артыңнан ерігісесің? Дым білмей отырсың. Солай емес па? Сондықтан біз жай ғана мұғалімдер емес, біз ағартушымыз. Оқу ағарту министрлігі құрғалы бері бізді ағартушы дейді. Яғни тек қана оқушы емес, бүкіл қоғамда ағартушы азаматтарымыз. Ұстаздың алдынан қарадан қанға дейін өтеді дейді қазақ. Солай емес па? Яғни бәрін оқытып, меңгертіп, үйрететін осы қоғам қандай болмағы ұстаздардың қолында екендігі ұмытпау керек. Қоғам жаман болса, онда ұстаздарда бір тіл типа бар. Солай емес па?
Егер біз осы залда отырғандың бәрі мектептен білім алған адамдар. Или мектептен оқымай осы бәріміз аспаннан салбырап түсе қалдық па? Өйткен жоқпыз ғой. Мұғаліміміз бар бәріміздің, дәріс берген. Сондықтан бұл жерде ағартушылық қызметке міндетті түрде көшуіміз керек. Мына педагог болғаннан кейін біз оның методикалық жағын сырттай қадағалайтын боламыз. Методика деген енді шамалас түсініп отқан шығарсыздар, мұғалімнің шығармашылығы және оқушының жетістігі бірлескен жерде автоматты түрде бақылап отырамыз. Сол жинаған балына байланысты өте мықты бал жинайтын болса, онда оған жүйе өзі айтып отыру керек. Сіз өте мықты методист екенсіз. Енді сіз модератор болуға тапсырыңыз. Бұл жерде тек қана бір ғана емтихан болу керек, ол пәндік. Әлемде 250 сұрақ берілген тесттен пәндік бойынша. Біз ұсынып отырмыз, ең болмаса 100-150 пәндік сұрақ болсын, 30 деген аз ғой. Ана өзінің пәнін жақсы біліп, білмеймін, оны біліп отыру керек қой. Мықты методист болғаннан кейін тағы пәнін білетін болса, ол екеуі әдемі болады. Одан өтетін болса, оған бірден модератор деген атақ беріп, министрдің алғыс хатын қоса келу керек. Өйткені ол еңбек. Балаға қызмет етіп жатқан мұғалімге министр алғыс хат бермегенде оны кімге береді? Екіншіден, тағы да мықты сол өзінің деңгейінде ұстап тұратын болса, білім, біліктілігін методикалық, онда оған белгілі бір уақыттан кейін сарапшы болуға ұсыныс беріледі. Сарапшы болатын кезде де тағы да пәндік емтихан тапсырылады. Одан өткеннен кейін министрдің құрмет грамотасымен оған сарапшы деген атақ қоса берілу керек. Ол еңбек. Зерттеуші немесе шебер болу үшін ешқандай тест тапсырудың қажеті жоқ. Бірақ басты талап зерттеуші кемінде өзі тұратын өңірдегі 5 ауданның мұғалімдері сол кісіге барып дәріс алып отыру керек. Егер облыс мойындаған мұғалім болатын болса, онда оған зерттеуші деген атақ беру керек. Ол оңай шаруа емес қой, мойындату. Халық мойындап тұрса, өзінің әріптестері мойындап тұрса, онда міндетті түрде оны зерттеуші ғана сондай деңгейге жете алады ғой. Солай ғой. Ал бүгінгі күні портфолияны жинап алып, жаңа тест тапсырып, бұрынғы стильге көшіп кеттік та, высшая категория, первая категория дегенге. Бұрын еститін, мен де мұғалім болып жүргенде. Бірінші біз жоғары категорияға жұмыс істейміз, сосын жоғары категория бізге жұмыс істейді. Болды, жұмыс істейді. Олай болмайды. Міндетті түрде мұғалімнің үздіксіз өзін өзі дамытуы қадағаланып отырады. Яғни мұғалім үздіксіз өзімен өзі жұмыс істеу керек. Оны міндетті біреу келіп оқып беріп қадағалаудың қажеті жоқ. Ал мастер болу үшін бұдан былай болашақта бүкіл республиканың кемінде 5 өңірі мойындаған мұғалімді шебер деп мойындау керек. Қанипа Бітібаева апайларыңыз, нағыз шебер, нағыз мастер. Осындай Қанипа апайдың деңгейіндегі адамдарға мастерлікті беру керек. Айлығын да одан кейін дұрыстап көтеру керек. Басқа ешқандай сағат алмайтындай. Және оған керек болса, облыстың әкімімен ақылдасып отырып, пәтерін де, машинасын да беріп, оны күтіп қолдау керек деп ойлаймын. Міне мастер деген, яғни министр болғаннан мастер болған артық болу керек қой. Солай емес па? Министр бүгін барсың, ертең жоқсың, а мастер мәліметке қаласың. Мен өзімді министрдің көріп мұғалім екенімді ұмытпауға тырысамын. Өйткені бірінші кезекте мен мұғаліммін, одан кейін барып министр. Сондықтан мұғалімдік атақ бұл ең жоғары атақ. Қанипа апам айтатын, барып сәлем беріп тұратын сол кезде. Айтамын ғой, апай, сіз неге Забрайно, Аблано болмағансыз? Осындай біліміңіз бар, осындай абыройыңыз бар, бүкіл халық сізді тік тұрып қол соғып қадірлейді. Ғанияу, менің мұғалімдік қызметім ханның тағынан да қымбат, мен оны айырбастамаймын еш нәрсеге. Міне қандай мұғалім болу керек, шебер мұғалім деген. Жалпы ұстанымның бәрі өзгеру керек. Сосын категория алғаннан кейін мен көп ұстаздарды естідім, толықтай келісем. Мұғалім модератор болып өзінің деңгейін көрсетті ма, оған енді қайта-қайта модераторлығын дәлелдей берудің қажеті жоқ деп есептеймін. Сол модератор болып қалады, тек қана оның методикасын бәрін қарап отырамыз. Төмен түсіп кетпеу. Дұрыс па? Жаңағы эксперт болып бір рет қабылданды ма, сол эксперт, ол қайта-қайта 5 жыл сайын эксперттігін дәлелдей берудің қажеті жоқ.
Ал енді зерттеуші мен шебер мәңгілікке қалу керек. Артында оны да дәлелдей беруге ешқандай қажет жоқ деп ойлаймын. Жуық арадағы менің шешімім портфолиодан бас тартамыз. Ешқандай портфолио болмау керек. Оның мүлдем қағаз жинаудың қажеті жоқ. Ол біздің ұстаздарымызды әуреге салдыртып, артық қимыл жасатып, алаңдатып, ешкімге керек емес ол қағаздың пайдасы жоқ қағаздардың бәрінен арылуымыз керек. Сондықтан мен тапсырма бердім. Шұғыл арада портфолионы жинау деген мәселені тоқтатып тұрмыз. Қалай қарайсыздар? Тест тапсырудан да егер де қазір әріптестер тез шұғыл соны реттейтін болса, онда методика, педагогика деген пәндерден ешқандай бұдан былай тест тапсырмайтын боласыздар. Бірақ пән қалдырамыз. Бұл аттестацияға қатысты. Енді біраз шулатып әуелетті, мен де бұны біраз зерттедім, қарадым. Расында мұғалім болғаннан кейін өзімді де сол сіздердің ортаңызға қайтадан қойып көрдім. Енді бұл іске асыруда өте қиын дүние, бірақ бұны бәрібір біз іске асыруымыз керек. Мына екінші мәселе бұл тәрбие мәселесі. Тәрбиені ұлттық құндылықтар негізінде қайта қарастыруымыз керек. Бірақ кеше маған мынандай сұрақ қойды. Қазір журналистер сұрақ қойып жатыр. Жастар бұзылып кетті. Ана жерде бір төбелесіп жатыр қыздар, мына жерде бір төбелесіп жатыр қыздар. Ар жақта тағы да төбелесіп жатыр. Бәрі төбелескіш болып кетті. Мен бәрі төбелескіш болып кеткен жоқ. Сол төбелескіштерді теріп жүріп жазатын біздің журналистер көбейіп кетті. Солай емес па? Әлемде Вертер деген не бар, зерттеу бар. Жаманды жаман десе бөрікті қазандай болады деп, жаманды көп айта берсе жаман көбейе береді. Сондықтан да мына суицидті көп айтуға болады. Ресейде бір суицид болған кезде бүкіл газет журналдар шулап кеткен екен. Томск па, Новосибирск па, сол жақта. Сонда бір аптаның ішінде суицид сол өңірде 25%-ға бірден өскен. Көрдіңіз бе? Өзі соған ыңғайланып жүрген адамға үлкен сеп болады, итеріп жібереді. Сондықтан мынадай жағымсыз жаңалықтарды тарата беру ол кімге керек, кімге пайдалы? Иә, бар, онымен жұмыс істеуіміз керек. Оны айғайлап айта беруден май шықпайды. Біз егер де тәрбиелі, салиқалы қоғам құрғымыз келсе, біз жастарымызды, үлкендерді бәріміз неге бағдарлау керек екендігін көрсетуіміз керек. Жамандыққа ма, жақсылыққа ма? Жақсылықты айтуды қойдық та тек жамандықты айтамыз. Әрине содан кейін жамандықтар көбейеді. Өйткені жақсылықты айтып отырған жоқпыз. Неге бой түзейтін жастар білмейді. Ал жастардың бұзылған түгі де жоқ. Жастар ешқандай кінәлі емес еш нәрсеге. Біздің балаларымыз, ұрпағымыз өте мықты, ақылды, білікті. Егер тәрбиелеу керек болатын болса, бізді тәрбиелеу керек. Егер жазалау керек болатын болса, бізді жазалау керек. Яғни мені, сіздерді, ата-аналарды, бүкіл ересек қоғамды. Өйткені тәрбие көрумен беріледі. Қашан көрдіңіз тәрбие айтумен келетіндігін? Көре-көре көсем болады дейді. Ұяда не көрсе дейді қазақ. Солай ма? Ата көрген дейді, ана көрген дейді. Бәрін айтып тұр ғой. Тәрбиенің қаяқтан бастау алатындығы. Солай емес па? Ал мектеп, балабақша, колледж бұл тәрбиенің орталығына айналу. Сондықтан да біз бір зерттеулерді қарап шықтық қазақстандық. Пандемиядан кейінгі ата-аналардың жағдайы, білімнің жағдайы. Сонда 60%-ға жуық ата-аналар бала тәрбиесінде педагогикалық, психологиялық көмекке мұқтаж екендігін айтқан. Білдіңіз ба? Біздің қазір көп ата-аналарымыз баламен қалай жұмыс жасау керек, баланы қалай тәрбиелеу керек екендігін білмейді екен. Сондықтан да біздің ата-аналарға көмектесу үшін мектептің қабырғасынан ата-аналар академиясын құру керектігін туралы шешім қабылданып отыр. Ол не деген сөз? Бастауыштың ата-аналарына бөлек көмек керек. Өйткені оның проблемасы, физиологиясы, психологиясы бөлек. Біз не істейміз? Ата-аналар комитетінде бәрін жинап аламыз, 1-ші класстан 11-ші классқа дейін. Сосын 11-ші класстың проблемасын айтамыз. Аналарға қызық емес. Сондықтан ол жиналысқа келмейді. Тағы да келмейді, өйткені ата-анаға пайдалы мәселе емес, ақша жинау тағы басқа керексіз дүниелерді талқылаймыз. Конечно, келмейді. Содан кейін ата-аналар мектепке келмейді деп жаздырамыз. Біздің өзіміздің
ең басты ақылшысы, көмекшісі болуымыз керек. Соларға үйретуіміз керек. Ол ата-ана бола салып, екі жас бір-біріне ғашық болды да, қосылды да, отбасын құрды. Ал бізді балаға тәрбиелеу үшін, жіберу үшін 4 жыл оқытты. Содан кейін рұқсат берді, енді баланы оқытуға боласың деп. Және тағы аттестациядан өтіп тұрады, несі білім біліктілігі төмендеп кеткен жоқ па деп. Ал оларды кім тексеріп жатыр? Сондықтан да біз педагогтар ретінде, ағартушы ретінде ата-аналарымызға көмектесуіміз керек. Ол бөтен кісілер емес қой. Соның жартысы өздеріңіздің ағайын туыстарыңыз, егер жеме-жемге келетін болса. Солай ғой. Сондықтан біз осы институтты өте дұрыс құруларыңыз керек. Жанашырлықпенен. Мына Алтынсарин академиясыменен психологиялық педагогикалық зерттеулер институтын құрғанбыз, өркендеген. Сол екі қазір методикасын бәрін дайындап жатыр. Одан кейін сіздерді оқытады, бүкіл құрал саймандарын береді, не істеу керек екендігін. Енді оны ары қарай сіздер соны құрып, осының бәрін атқаруларыңыз керек болады. Психологтардың да айлығын көтеру керек екенін білеміз, бірақ психологтардың санын көтерудің қажеті жоқ деп есептеймін. Психологтардың санын көбейтуден психологиялық ахуал шешілмейді. Психологтардың санын емес, психологтардың қабілет қарымын әлеуетін көтеруіміз керек. Олардың білім біліктілігі жетпей жатыр психологиялық. Екіншіден, психологтардың негізгі міндеті сіздің оқушыларыңыздың бүкіл психологиясын жөндеп беру емес. Бірінші кезекте сол мектепте істейтін мұғалімдердің психологиялық біліктілігін күшейтуге қызмет жасау керек. Әр педагог өзінің сыныбына өзі ие болу керек. Бұрын жаңағы бала тәртіпсіз жатса, мектептің директоры завучпен қорқытады. Ал қазір кейбір мұғалімдер психолог шақырып алады, мынаның психикасын жөндеп бер, сен психологсың ғой деп айыптайды психолог. Олай емес қой. Егер өзіңнің сыныбыңа еге боламасаң, сен қандай мұғалімсің? Мен мұғалім болғанда завучты да, директорды ешкімді шақырмай, ұят болатын, намыс болатын біреуді шақырмай. Мен мұғалім емеспін бе? Өзім сыныма өзім еге боламасам, өзім ата-анаммен өзім жұмыс істей алмасам, онда мен қандай мұғаліммін? Солай емес па? Онда мұғалімдіктен кету керек. Қолыңнан келмесе, әуре болып қажет қанша? Баланы жамандап, ата-ананы жамандап, бәрін жамандағаннан гөрі өзіңнің педагог емес екендігін мойындау керек. Педагог оңай тірлік емес. Солай ғой. Нағыз педагогтар мені түсінеді. Жалпы класс жетекші туралы да пікірім. Мына класспен жұмыс істемейміз, ақшасы аз. Арнайы мына балалармен тәрбиелеу үшін класс жетекші керек деп айтады кейбіреулер, ақылгөйлер. Түбегейлі келіспейді. Мемлекетке өйтіп қатты салмақ салудың қажеті жоқ, қаржылық. 300 мыңнан аса біз кадр алып келуіміз керек мектепке, класс жетекшінің бөлек арнайы класс жетекші қабылдайтын болса. Ол не істейді? Көз алдарыңызға елестетіп көріңіздерші. Бала азаннан кешке дейін сабақта. Ол отырады ғой учительскийде. Ол не істейді ол? Оны қайқап отырғызатынымызды тағы іздейміз. Сосын мына айлығын көп болса 70-80 мың қоямыз. Оған кім келеді? Пионер вожатый сияқты. Олай мемлекетке салмақ түсірудің қажеті жоқ. Ол ешқандай пайдасын, нәтижесін бермейді. Бұл әлемдік жүйемен зерттеп қарап отырмын ғой. Енгізген дүниелерді қарап отырмын. Жалпы біз олай істегеннен көрі қазіргі сынып жетекшілердің төленетін ақшасын 2-3 есе көтеруіміз керек. Сынып жетекші мұғалім болу керек та, баланы сабақ бойында тағы да қарап отыру керек қой. Кім екендігін. Сол кезде ол балаға ықпал етеді. Солай емес па? Мен де класс жетекші болдым, білем ғой. Мұғалім болған адамбыз. 5-ші сыныптың жаңағы сынып жетекшісі болдым мен, мысалы, алғашқы рет. Сен оны игере алмайсың, бұл қиын сынып, ата-аналар да қиын деп айтты. Бірақ қиын ата-ананы да көрген жоқпын, қиын баланы да көрген жоқпын. Рас, белгілі бір жағдайда жұмыс істейсің, түсіндіресің, бір аптаға жетеді, бір аптадан кейін қайттан бірдеңені білдіреді. Бала ғой енді. Тағы да жұмыс істейсің, тағы да түсінген болады, бір апта тәртіпті жүреді, одан кейін тағы білдіреді бір нәрсені. Сосын енді психологтарды өзім бағыма қарай Ленинградтан бір психологтар келіп, солардан сұрадым, мен жанымды беріп мына балаларға айтам, түсіндірем, бір аптаға жетеді айтқаным, одан кейін қайттан білдіреді дейді ғой, 5-ші класстың оқушылары. Сонда психолог ғалым айтады, бұның физиологиялық жас ерекшелігі сондай. Ол қазір айтасың, қазір ұмытып қалады,
Олар сондай, ол сізді жек көргеннен немесе сіздің айтқаныңызды орындағысы келмегеннен емес, өзінің балалық, физиологиялық, психологиялық ерекшелігіне байланысты. Сонда сіз шаршамай әртүрлі формамен айта беріңіз, ол кезегі келген кезде соны қабылдайды. А біз не істейміз? Бір айттық, екі айттық, мына балаға түк білмейді, нервін ішінде. Осы жерде психологтар бізге көмектесу керек, мұғалімдерге. Оны онымен былай жұмыс істеу керек, бізді үйрету керек. Психологиялық біздің әлеуетімізді, біліктілігімізді күшейту керек. Көрдіңіз бе? Дұрыс па, дұрыс емес пе? Ата-аналармен жұмыста да көп нәрсені айту керек. Суицид деген немене? Психологтардың айтуы бойынша суицид деді, ғалымдардың әлемнің. Бұл жатырда жатқан кезден басталады. Бала ішке біткеннен басталады. Ол қалай басталады? Желанный, нежеланный ребенок. Яғни түсік тастау керек деп біреу айтып қалса, бірақ ол аборт жасамаса, онда ана баланың психологиясына сен бұл өмірге керек емессің деген психология жабысады. Сонда ол суицидальный болып туылады. А оны кім біліп жатыр? Осыны психологтар ата-аналарға, мұғалімдерге айтып түсіндіру керек жастарға. Көрдіңіз бе психологияның қай жерде керек екендігін? Екіншіден, баланы емізу процесінде. Балаға емізу процесінде ана мейірленіп, барлық назарын қойып емізетін болса, ол бала ашық, жарқын, өмірге ғашық, общительный болып туылады екен, қалыптасады екен. Ал егер баланы емізіп отырған кезде әртүрлі іспен айналысып, гаджетте отырып, немесе жынданып отыратын болса, бала жабық, агрессивный, күйіп болып өседі. Осыны кім біледі мысалы, психолог болмаса. Әлжуаз дейміз балалардың, иммунитеті жоқ дейміз. Қайдан болсын? Өйткені қазіргі жастарымыз бала емізбейді. Ал иммунитет бала емізбеген, ананың сүтін емдеген балада ешқашанда иммунитет болмайды. Сіздер білесіздер ме? Ананың сүті ұл бала, қыз бала туына байланысты өзгеретіндігі. Ұл бала туған ананың сүті қою, майлы болады екен, қыз бала туған баланың ананың сүті сұйық болады екен. Пожалуйста. Қазір қыздарға қарағанда, ер балдарға қарағанда, қыз балалар арасындағы семіздік күшейіп отыр дейді біздің ғалымдардың зерттеуі бойынша. Біздің асханамыз да дұрыс емес. Яғни асханадағы тамақтардың бәрі ер балаларға арналған. Сондықтан қыз балалар майлы тамақ жеп, қалдырып жүр. Оны да қарастырып жатырмыз. Ұлттық мектеп асханасы деген жаңа жобаны қазір қолға алуды тапсырдым. Алмас Шорманов, Төлеген Шормановтың баласы қазір осы тірлікпен айналысып жатыр. Талқылап жатырмыз. Яғни біздің мектеп асханасына ұлттық ас келуі керек, ұлттық тағамдар. Былайша айтқанда құртымыз, жентіміз, қымызымыз, шұбыртымыз, бауырсағымыз сол жерге келуі керек. Жалпы бағалау жүйесінде өзгерістер болады. Ата-аналармен көріп жатырсыздар, жүйені өзгертеміз. Өзгертетін дүниелер, қалыпқа келтіретін дүниелер өте көп. Кеше маған Жетісуда, Жаркент қаласында сұрақ қойып жатыр. Осы біздің мектебіміз көріп тұрсыз, осына лицей, гимназия жасағымыз келеді дарындылар үшін. Менің көзқарасым кішкене басқаша. Дұрыс па, дұрыс емес пе, сіздерден ақыл сұрайын деп келіп отырмын. Менің түсінігімде бізде өте соңғы кезде осы дарынды балаларға арналған дүниелер көбейіп кетті. Лицей, гимназия, Құдай-ау, дарынды облыстық балалар орталығы, нишіміз бар, білім инновациямыз бар, РФМШ-мыз бар, Абай мектебі бар, қаптаған. Бірақ мен дарынды қызметкерлер табылмай жатырмын. Қызметке қабылдаймыз. Өздеріңіз көріп отырсыздар, Қызылордаға барып келдім, қазір Жетісуға ұрлап қойды, ішіп қойды, ол жағынан дарын. Сағат бөлісуді айқайласып, бет жыртса, ол жақта дарынды бәрі. Буллинг жасайды, директор мен мұғалімдер соттаса, ол жағынан да дарынбыз. Жалпы, осыдан қайтқаннан кейін келесі аптада барлығын жинаусы өткізейін деп отырмын. Жақсылап тұрып талқылауымыз керек. Менің түсінігімде жарайды ол мектептер қалсын, бірақ қалған
дарынды болу керек. Дарынды емес бірде-бір мектеп болмау керек деп есептеймін. Барлық мектептің деңгейі бірдей болу керек. 7000 мектептің деңгейін бір деңгейге шығару бағытында біз жұмыс істеуіміз керек. Міне біздің мақтанып жүретін Финляндиямыз, Жапониямыз, басқа мемлекеттерде балаларды сен лицейсің, гимназиясың, сен дарындысың, дарынсыз деп бөлмейді. Барлық бала дарынды, 9 жасқа дейін бала дарынды болады екен. Просто біз үлкендер оның дарын жоқ істейді екенбіз. Көрдіңіз бе, осы бағытта біз жұмыс табуымыз керек. Ол үшін дарынды мұғалімдерді көтеруіміз керек, көбейтуіміз керек. Ауыл мектептеріне қатты мән беретін боламыз. Жалпы мемлекеттегі білім жүйесі, әлемдік білім жүйесіне арналып көтерілу үшін мектепте әлемдік деңгейде ойлайтын, әлемдік деңгейде жұмыс істей алатын адамдар көп болу керек. Сондықтан болашақ бағдарламасы бойынша біз мұғалімдерімізді бірінші кезекте ауылдың, одан кейін қалған мұғалімдерді, директорлерді, завуштарды 3 айлық, 6 айлық тағылымдамаға жіберіп отыратын боламыз. Сөйтіп олардың әлеуетін, білім біліктілігін көтеруге көмектесеміз. Жалпы мынау білім саласында мәселе өте көп. Оның ішінде инклюзиямыз бар. Оны да қайтадан қарауымыз керек. Мына мүгедек балалардың қатары қатты өсіп бара жатыр. Оны қазір денсаулық министрлігімен біз шара қолданбасақ, ертерек скринингті жасап, оның қалай азаю жолын қолдамасақ, біз НПК, КПК-ларды аша береміз. Тағы басқа болады, ол енді дұрыс деп ойламаймын. Біз оның алдын алуымыз керек. Әрине, әлеуметтендіру керек. Ол балалар да ертең қоғамның бір мүшесі. Сондықтан мектепте оқыту арқылы оны өмірге бейімдеп, ертең мына жай өмірде де жұмыс істеп, халықпен араласатындай болу керек, өзін кем санамай. Көрдіңіздер ғана, Никвичич деген аяғы да жоқ, қолы да жоқ, бүкіл әлемді таң қалдырып жүр, кітап жазып, байып. Бізде де бар, қалай сондай мықты жігіттер. Біреуі қазір мәжілістің депутаты, Кенжеғұл деген жігіт, зағип жігіт, бірақ өмірге құштар, менің өте жақсы танысым, бұрыннан жақсы білемін бұл жігітті. Мінекей мәжілістің депутатына дейін жетіп отыр. Бізде көзі де дұрыс, есі де дұрыс, бірақ өмірге құштар болмайтын, ниет молодежінің ішіне кіріп кеткен дені сау зағип жандар көп қой. Менің қазір таңғалдырып шошытатын. Аяқ қолы балға дайын. Бәрі жері дұрыс түгел, бірақ жұмыс істемейді, өмір сүруге талпынбайды. Ол енді мүгедектікке дейін. Рухани мүгедектік қой. Біз мұғалімдер олардың бәрін шабыттандыруымыз керек, өмірге құштарлығын ашуымыз керек. Мектептің, білім мекемелерінің басты міндеті бұл оқушыларды, біздің балаларымызды шабыттандыру, олардан өмірге деген құштарлығын арттыруымыз керек. Мектепке келген балалардың барлығы көзі жайнап шығып отыру керек. Ертең мектепке келуге асығу керек. Егер сіздің мектепке келуге асықпайтын, келгісі келмейтін оқушылар көп болатын болса, сізде бір кілтипан бар деген сөз. Ол үшін ешқандай үлкен бір қаражаттың немесе керемет бір методиканың керек жоқ. Бірақ методика бар. Ол махаббат, қамқорлық балаға дейін, сүйіспеншілік, басқа түк емес. Ол не деген сөз? Таң атқаннан мектептің директоры, басшылығы, оқушы келе жатқан кезде, мұғалім келе жатқанда, ата-ана келе жатқанда, солардан бұрын есіктің алдынан шығып, жадырап, күліп, қалдарың қалай, жақсы ма? Кеше неше бал алдың? Қанша баға алдың? Қалай апай, көңіл күйіңіз қалай десек болды? Сол күні мұғалім күшті сабақ береді. Сол күні балалар жақсы оқиды. Сол күні ата-аналар көңілі жайланып, бүкіл мектепке деген махаббат ашып кетеді. Қабағымыз түзіліп аламыз. Қабақ түю министрге де жазсын. Солай емес па? Сіздермен осылай жылы сөйлесіп, күлімсіреп қарасам, қалай бүгін көңіл күйлеріңіз жақсы болады? Или олай емес па? Ұрысып кетсем қалай болады? Сондықтан біз өзіміздің көңілімізді көтеріп жүруіміз керек. Және өмірге құштарлық бұл көңілдің жайдарлығынан болады.
сөз адамды өлтіретін де, адамды өсіретін де сөз. Солай емес пе? Мен мысалы сіздердің өңірге келіп өзімді бақытты санаймын. Жаңа айтып жатыр ғой, әкім мырза, сіз махаббаттың отандасы мекендесіз. Махаббатқа бөлініп, Астанаға қайтам ғой деп тұрмын да. Ұстаздықтың махаббатына, адалдықтың, адамдықтың, бауырмалдықтың махаббатына бөлене беріңіздер. Аман жүріңіздер. Бүкіл елдің тағдыры, мемлекетіміздің қауіпсіздігі, қазақтың үлкен бағы мен бақыты ұстаздардың қолында екендігін ұмытпаңыздар. Сіздер бақытты болсаңыздар, сіздер байқуатты болсаңыздар, қоғам бақытты, қоғам байқуатты болады. Құдай соны сіздерге нәсіп етсін. Кеше мен өзімнің ауылыма барғанда, өзімен өткен ғасырдан бері Алматыдамын. Сондықтан түгел Алматы болып кеткенбіз ғой. Қызылордада туылғаным болмаса, шиелде мен елді мекенде өкінішке орай көп адам танымаймын. Бірақ енді туылғаным хақ, одан енді жоқ деп айта алмайсың ғой. Бірақ оқығанымда сол жерден дәріс алып, ұстаздың қолынан жаңа хаттанып адам болғанымызды сол ұстаздың арқасы. Сосын енді елге үлгі болсын. Ұстазды сыйламаса кім сыйлайды? Сондықтан мен бүкіл дүйім халыққа, қоғамға үлгі болсын деп, ол кісі расында Асқар Жұмаділдаевты оқытқанмын. Білесіздер ғой, академик, математик. Талай ғалымдарды тәрбиелеген ұстаз. Бірақ ана наградаға ешқандай бір қызықпаған ғой. Жұмысын істеп, соны мәз болып жүре берген ұстаз 85-ке келіп жатыр. Соның бәрін қарастырсам, бірде-бір награда алмайды, апайым. Енді төрінен көрі жақын деп жатады ғой қазақта. Бұл өмірде осындай жағдайға келіп тұр, ұстазыма құрмет көрсету арқылы бүкіл қазақтың ұстаздарына құрмет көрсетудің қандай екенін мен үлгі бермесем, кім үлгі береді? Сондықтан да ол кісіге көрсетілген құрмет бүкіл қазақстандық ұстаздарға көрсетілген құрмет деп қабылдасын деп осы бір әрекетті жасап Құдайға шүкір дейміз, біздің елімізде ұстазға деген құрмет бәрібір бар. Президенттен бастап, үкіметте бәрі білім саласы десе, ұстаздар десе, үнемі қолдап отырады. Оны мен өзім күнде сезініп жүрмін, өздеріңізде көріп отырсыздар. Ұлттық жайлы мектеп жобасының өзінде тұрады. Өмір болмаған, тарихта болмаған жағдай. Жайлы мектеп қана емес, қалған мектептерді біз жайлы мектеп деңгейіне көтеруді қазір жоспарлаймыз. Барлық мектептерде өте жоғары деңгейде болу керек. Енді әрине мынау сөз бар екен. Ұстаздарын, мұғалімдерін сыйлай алмайтын мемлекеттің болашағы жоқ дейді. Әрине ол қандай ұстаздар? Шәкіртіне жанын беретін, шаршамайтын, талмайтын, соның мықты болғанына, соның шәкіртінің жетістігіне, өзінің жетістігіне дейін сияқты қуанатын ұстаздар туралы айтып отыр. Біздің елімізде расында мемлекет те, президент те, бүкіл әкімдеріңіз де сөйлесіп келе жатырмын, барлық әкімдермен сөйлесіп келе жатырмын. Ұстазға деген көзқарас, білімге деген көзқарас өте жоғары. Яғни біз болашағы зор, мәңгілік ел екендігімізді түсініп қуанып келе жатырмын. Ғұмырларыңыз мәңгі болсын. Осы өңірден атақты қайраткер азаматтар көп болсын. Солардың қайраткерлігімен тұлғалығына қызығып, қуанып жүретін бақытты өздеріңіздей ұстаздар көп болсын деп Ғани Бектайұлы, білім беру саласындағы барлық өзекті мәселелер, оның ішінде білім беру субъектілерінің барлығына жекелей тоқталып, әрбір тұлғаның қандай өзінің маңызды міндеттері тұр, соның барлығына тізбектеп, механизміне дейін айтып берген үшін үлкен рахмет. Біздің ұстаздармен жанарларына қарап отырып, барлығы рухтанып, жігерленді деген үлкен бір әсер алып отырмыз. Бұл тек жай ақпарат емес, сұхбат, мотивацияға толы, бізді рухтандырып, жігерлендіретін бір сұхбат болды, ерекше.
қатысушылар, өздеріңіз пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, қазір қойылуға қойылбай отырмын, енді сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Қорықпаңыздар. Құрметті Ғани Бектайұлы, жаңағы өзіңіз айтып кеткен махаббат мекеніне, Аягөз өңіріне алғаш келген министр өзіңіз. Қадамыңыз құтты болсын, қош келдіңіз. Мен Жарғатберген Жұмағазы Қанағатұлы, Аягөз ауданы Өркен ауылы Сәкен Нұғманов атындағы шағын жинақты мектептің директоры болып табыламын. Құрметті жас басшы ретінде сіздің бастамаңызбен қолға алынып жатқан жаңағы өз аузыңыздан шыққан ауылдық мектептің жабдықтау мәселесін бірінші кезекке қоюымыз жас басшы ретінде мені өте қатты қуантады. Және де бүгінгі таңда өзімнің қызмет атқарып жатқан мектебімде жаңа модификациядағы физика кабинетін алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, қала мектебі мен ауыл мектебі арасындағы алшақтықты жою мақсатында ең бірінші кезекте ауыл мектебі педагогтерінің болашақ бағдарламасы арқылы шетелден тағылымдама өткізу мәселесі бүгінгі күндегі отандық білім беру сапасын арттыруға өз үлесін қосады деген сенімдемін. Құрметті Ғани Бектайұлы, осы тамаша сәтті пайдалана отырып, өзімнің бірнеше ұсыныстарымды сізге жеткізсем деймін. Бүгінгі таңда ауылды мекендерге, оның ішіндегі шалғай жатқан ауылды мекендерге жас мамандардың, жас басшылардың барып қызмет жасауы аса қызығушылық таныта қоймайды. Оған өзімде куә болып айта аламын. Биылғы оқу жылында Аягөз ауданына қарасты Майлин ауылының Бейімбет Майлин атындағы жалпы орта білім беретін мектебінен директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары қызметінен конкурсқа түсіп, Аягөз ауданы Өркен ауылына мектеп директоры ретінде қызметке ауыстым. Қазіргі таңда қызмет атқаруыма 8 айдың көлемінде болды. Өзім көп балалы әке болып табыламын. Және дәл сол ауылда өзімнің жеке баспанам жоқ, қазіргі таңда өзім ағайынның үйінде тұрып жатырмын. Ал отбасым бала-шағам әлі де Майлин ауылында тұрып жатыр. Дәл осындай мәселе жалғыз менің басымда ғана емес деп ойлаймын. Осы орайда құрметті Ғани Бектайұлы, ұсынысым жаңағы шалғай жатқан ауылды мекендерге барған жас мамандарға, жас басшыларға қызметтік үй салынса. Бұл қызметтік үйлер біріншіден жаңағы шағын жинақты мектептерде кездесетін кадр тапшылығы. Екіншіден жаңағы өзіңіздің бастамаңызбен бүгінгі таңда жүріп жатқан бүкіл қазақстандық білім беру саласын жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігімен жүргізіп жатқан үлкен талдаудың нәтижесі көрсеткендей, көп жыл бір орында отырған жаңағы директорлар мен бухгалтерлардың жаңағы осындай тәуекелге бару ықтималдығы жоғары екенін көрсетті. Дәл осындай мәселе, яғни мектептерде де көп жыл отырып қалған жаңағы қызмет атқарып жатқан директорлардың алдағы уақытта ротация жасауына осы қызметтік үйлер жаңағы өзінің септігін тигізеді деп ойлаймын. Келесі мәселе, қала мектебі мен ауыл мектебі арасындағы алшақтықты жою үшін дипломмен ауылға жобасын жандандыру керек деп ойлаймын. Осы орайда жаңағы мен сияқты ауысып барған мектеп басшылары дипломмен ауылға жобасы арқылы көтерме жәрдемақы немесе жаңағы жеңілдетілген кредит алынбайды екен. Осы орайда жаңағы дипломмен ауылға жобасына ауысып келген мектеп басшыларының да қатысу мүмкіндігін қарастырса деген ұсынысым бар. Және де осы дипломмен ауылға жобасы арқылы қала мектептері мен ауыл мектептері арасындағы алшақтық жою мақсатында
қазіргі таңда беріліп жатқан 5.175.000 теңге көлеміндегі жеңілдетілген кредиттің көлемін 7 миллион немесе 8 миллионға дейін көтеру керек деп ойлаймын. Неге? Өйткені кез келген жас маман, кез келген жаңағы ауылға баратын маман көкейінде ең бірінші оның жаңағы материалдық жағдайы тұрады. Сондықтан жаңағы жеңілдетілген кредитті төлейтін өзі болғандықтан, сол кредит арқылы үйді тек қана сол ауылдан емес, жаңағы ауылға жақын аудан орталықтарынан немесе облыс орталықтарындағы деңгейдегі үлкен қалалардан үй ала алатындай мүмкіндік берілсе. Бұл енді менің жеке өзімнің пікірім, өзімнің ойым, сондықтан маған тыңдағандарыңызға көп рахмет. Осында келе жатқанда әкім мырзамен дәл осы мәселені талқылағанбыз, бірінші сұрағыңыз бойынша. Қазір жауап береді ғой деп ойлаймын. Құрметті ұстаздар, құрметті Ғани Бектайұлы, біздің мынау Аягөз ауданы бүгін тарих күн десек артық емес, себебі министрдің қарапайым ауылдан бастап аудан орталығындағы ұстаздармен кездесіп жүздесіп жатуы әрине тарих күн. Сондықтан құрметті Ғани Бектайұлы, елімізге, жерімізге қош келдіңіз дейміз. Енді жаңағы әңгімесі жол бойы айтып бардым, мен жерге тұрып айтпайын, отырып айта берейін, дұрыс бастап кетті. Сіздің енді анау төменнен бастап барлық деңгейден өткеніңіз, мынау қазақи салт дәстүр әдет ғұрыпты кешегі кеңес үкіметімен бүгінгі мынау тәуелсіз Қазақстанның барлық деңгейіне өтіп келдіңіз. Бүгінгі мынау дәрісіңізден бәрін көріп отырмыз. Рас қазақтың әдет ғұрпы, салт дәстүрі, ырым тыйымы біз енді сізбен біздің уақытында көргеніміз кешегі ауылдың ақсақалдары мен ауылдың аналары бір ауыз сөзімен-ақ бүкіл елді тоқтатқан, немесе тәйттеп-ақ қабағымен-ақ бағындырған қазақтың аталары мен апасын көрген ұрпақпыз біз. Сондықтан жаңағы ұстаздардың сол біздің әдет ғұрпымызды, салт дәстүрімізді сақтай отырып, педагогикалық жаңағы тәлім тәрбие беру деген бағытыңыз өте тамаша. Әрине қазақтың осындай әдет ғұрпымен салт дәстүрін сақтаған ешқай мемлекет, ешқай ұлт жоқ. Сондықтан біз осыны мақтан тұта отырып, біз ешқандай елден кем емеспіз. Осы білім министрінің осындай сөздің шығуы біз үшін үлкен қуаныш. Сондықтан осындай жаңағы дәрісіміздің ішіндегі қазақи менталитетті қоса отырғаныңыз үлкен келешек жас ұрпақ тәрбиелеуге тамаша талпыныс, ұстаздарға деген үлкен бақыт бағдар деп ойлаймын. Енді рас қазір жаңа өзіңіз айтқандай жақсыны жасырамыз, жаманды жариялаймыз, жоқ болса айдан шығарып оқытуға, бірақ сол заман, бірақ оны да түзейтін осы отырған жаңағы өзіңіз айтқан ағартушылар, жаңағы мемлекеттік қызметте отырғандар, осылар бірігіп жұмыс істеп, осы елді тәрбиелеу бағытындағы үлкен сіздің қызметтік сапарыңыздағы дәрісіңізде өте тамаша айтты. Сондықтан енді құрметті ұстаздар, бүгінгі министрдің келіп осындай бәрімізге дәріс беріп, бүгін бағыт бағдарын естіп отыруымыз, енді болашақ Аягөз ауданының ұстаздары жалпы біз облыс деңгейінде жаман емеспіз. Ұстаздарымыз білікті, білімді, жаңа ғана министрдің жолы жиі сұрадым мен, мынау республикалық жаңағы пәндер несінен оқушының 3-ші орын алып жатыр. Соның өзі біздің Аягөз ауданының білімдегі енді бауырымыз жаңа айтқан жолда Ғани Бектайұлы айтып жатқанбыз, осы біз ротация деп отырмыз, соларға қызметтік алу жөнінде. Облыс әкімінің темылында келгеннен бері осы мәселе көтерген, ауылда жаңағы мемлекеттік қызметтік үй. Немесе ауылда қазір көшкен адамдардың жақсы үйлері бар. Соларды жаңағы бағалап, сатып, немесе жаңа заманауи жөндеп береміз деген бағытымыз бар. Сондықтан жаңағы өткен ауылда да біз үйді қарастырамыз, бауырымызға бір дұрыс үйді жаңағы ауыл әкімімен бірге отырып алып береміз деп отыр. Сондықтан енді ол бір 2 айдың көлемінде болады, себебі Жақсы, 2 айдан кейін ерулігіне барып келеді. Пәтер аласың, ризасың ба? Пәтер алатын болдым деймін, ризасың ба деймін. Көп рахмет. енді жалпы сондай бағыт бар. Ауыл әкімдерімен кездесіп жүрміз, барлық әкімдерге тапсырма берілген. Жаңағы жаңа үй салғаннан гөрі біз жақсы үйлеріміз бар сонда тұрған. Оның іргесі бұзылғаннан гөрі сол үй бұзылмағаны жақсы. Сол әкімдерге тапсырма берілген, жақсы 2-3 үй болсын болса алып қойып, ертең әкім ауысады, мектептің директоры ауысады, дәрігер ауысады деген соларға қызмет беру деп отырмыз. Сондықтан жаңа жолда айтқандай ол бағыт бағдарлар болады екен. Жақсы. Мынау жазып қойып, 2 сұрақты мен Астанаға барғаннан кейін талқылаймын.
тағы да талқылаған сөзімізде мына жаңағы ауылға баратын мұғалімдер, жақсы мұғалімдер, жақсы басшылар барып жататын болса, олардың министрлік тарапынан біз жобаны қазір қарастырып жатырмыз. Олардың айлық жалақысында біршама басқаша методпен төлеуді, яғни барынша қызықтыру үшін, енді бәрібір материалдық жағдайға көбірек қарайды ғой. Бірақ ол жерге расында жаңағы соған сай келетін адамдар бару керек, ақша үшін емес, сол жердің білімін көтеремін деп бару керек. Ал біздің міндетіміз сондай ерлік жасаған адамдарға барынша жағдай жасауымыз керек. Ол бір-біріменен теңескен дүние болу керек. Осы мәселені де теңестірудің өзі оңай шаруа емес, кейде бұрып алып кететіндері бар ғой. Жалпы мұғалімнің айлығы қанша болса да артық емес. Қанша миллион берсек те кем емес. Өйткені мұғалімнің жұмысы өте ауыр, өте маңызды. Бірақ мұғалімде қазір қанша айлық көтеріліп болса да сапа көтерілмей жатыр деп ел айтып жатыр ғой. Сондықтан сапаны көтеруге барынша көмектесуіміз керек. Мен ойлаймын, жаңағы айтқан махаббат мекені болғандықтан мені осы бүкіл республикадан осы өңір ғана түсінеді ғой деп, жаңағы балаларға махаббатпен қарау керек. Сонда шағын жинақты мектептерімізде толық мектепке айнала ма деген үміт бар. Жиналған қауым, өздеріңіз білесіздер, бүгін Ғани Бектайұлы Үржар ауданынан бастап алып, бүгін Аягөз ауданының ұжымымен кездесіп жатыр. Алда бірнеше Абай облысының аудандарының педагог қызметкерлерімен кездесулер жоспарланған болатын. Енді құрметті Ғани Бектайұлы облысымызға арнайы келіп, ұстаздарымызбен жүздесіп, әрбір ауылды елді мекеннің шағын жинақталған мектептердің әрбір мәселелерімен өз көзіңізбен танысып, пікір алысып жатқаныңызға мың алғыс. Қазақта айтады, тәрбиенің ең тамаша әдісі ол үлгі болу дейді. Өзіңіз бүгінгі барлық іс-әрекеттеріңізбен, барлық келтіріп жатқан мысалдарыңызбен барлық Абай облысының ұстаздарына тәрбиенің тамаша үлгісін көрсетіп отырсыз. Енді бүгінгі өзіңіз әрбір білім беру мекемесінде айтып жатқан ұсыныстарыңыз бар, ескертулеріңіз бар. Оның барлығын тиісті мерзімде ескеріп орындайтыныңызға мен сізге сенім білдіргім келеді. Абай өңірінің білім беру ұйымдарында жұмыстар тиісті өз дәрежесінде өзіңіздің алға қойып бізді бағдар беріп отырған барлық іс-әрекет мақсаттарыңызды орындаймыз деген ниет білдіргім келеді. Сізге үлкен алғыс білдіреміз. Рахмет. Бүгінгі жиынды осымен аяқтайық. Рахмет. Біз осы жерде фото суреттеп тұрмыз просто. Кеп тұруларыңыз болды. Ортаға жоқ та, әнеке тұрда дейді, жоқ былай тұрда дейді.